Құрметті магазиншілер, сіздер мынау налогты неге халықтың үстінен продукт алған кезде 16% қойып қойғансыздар? Мен түсінбедім. Сонда халық сіздердің магазиндеріңізден продукты сатып алып, оның үстінен налогты лақтырып отырасыңдар ма? Сонда сендер табыс табасыңдар. Еще мына продукттың үстіне ақша қоясыңдар, я? Одан кейін налогты халыққа төлетесіңдер. Рахат сендердікі болып жатыр ғой. Наларың құртыңдар, наларың дұрыс емес сендердің. Қарап мынаған жайлап көріңіздерші мені. Мен түнде кірдім. Алматы қаласы Шаңырақ 1 Санжар дүкеніне кірдім түнде. Мені менің үстіне қойған ақшам. Мені йогурт алдым 840 теңгеге, 115 теңге 16% мен үстімнен ұстап тұр. Бір продукциядан. Ал енді екінші тағы сол йогуртты алдым, 2 штук алып тұрмын ғой. Оған тағы да 115 теңге ұстап тұр. 230 теңге кетті ма? Енді міне алманың үстінен 94 теңге жай ғана қойып тұр. Міне фруктейдің бәрінің үстіне қойып тастады. Ана 76 теңге, 75 теңге келе жатыр міне. Булочканың үстіне қойды, печеньенің үстіне қойды, 89 теңге. Бәрін жасап келді да мен 4,5 мың қалды. Мына жерде менің үстімнен 750 теңге ма, 40 теңге ма, олар өз пайдасына қалдырып тұр. Сонда налогты төлеп біз жүреміз ба шырылдап? Қалай сендер ойланып істесеңдерші бұл нәрсені? Халықты қана батырсыңдар ғой сендер отырып алып. Баяғыда магнум есткен кезде 100 теңге қойған кезде за услуга анау аппарат компьютердің есептегішіне деп. Сол кезде қандай көтеріліс болды Шымкентте. Енді мыналарың не енді мынау? Бір 100 теңге емес, мына жерде бәленбай ақшаны қойып отырсыңдар ғой. Продуктіге бір қойып, налогты бір төлетіп, миларың күшті жасайды екен ғой сендердің. Болды, мынаны мен тығып қоям, қазір тағы магазинге барам, дальше ары қарай мен сендермен жұмыс жасайтын болам. Дальше барам енді. Ерінбеймін енді. Мыналарың барып тұрған сорақылық екен. 9 январ, Ташкент поворот, Қызылорда. Сағат 5:07. Қара. Мына жерде 17-ші регион ба, қайсы тұр мынау кәз? Жай жүрші қастан. Шымкент басталған жоқ. 17 ма? 17. Болды, оң жақ алшы. Болмас. Ассалаумалейкум. Шымкент қоя? Қоқыпсыздар ба, батальон ба? Қоқып. Шымкент басталмады ғой мына жерде. Тұрып атқан жоқпыз. Жоқ, вообще Түркістан облысы ғой деймін да, ассалаумалейкум. Қазір ғана анау Шымкент басталды деген жер бар ғой. Батальон қалдар. Мен айтамын да Шымкентке өздерінің пландарын орындап азып симай жатырмыз. Шық дедім да Шымкенттен. Жоқ, түсірме, әкімшілік аймақтан тыс жер емес па деп жатырмыз. Тұралды ма? Жоқ, анау ақ жазудан басталады. Ақ жазу Шымкент дейді. Анау пример Шаландан төңірегінде. Непрерывно менде постарайся запись істеуге. Кірсеңші Шымкентке, не бар облыста? Профилактика зор. Ана жақта істесек вообще тамаша болады. Түсіндіре алдың ба? Әдейі тұрмыз ба бұл жерде? Әдейі тұрсыздар. Осы жерге? Қызғалдақтың прям түбіне тұрыңдар деді Тоқа, я? Молодец. Тоқа, Шымкентті облысты қалаға қуамаймыз, қаланы облысқа қуамаймыз. Не болып кетті? Шымкент ауа. Бол, хорошо, қазір өзі көреді. Дұрыс қой, бұл жер нақты мына жер Шымкент емес. Қазір 102 участковый шақырайық, облыс келеді. Асыл арықтың ба бір жерден келеді. Міне непрерывно түсірем, болды, хорошо, қызметтерің сәттілік.